Абу-Даби үстінен. Абу-Дабидің аэропортының үлкендігі сондай. Гольф карлар жүр ғой ішінде, жеткізіп тастайтын. Керек қақпанға апарып тастайды. Міне, фри такси. Ана жақта зарядкіде тұр. Жерде коляскалар бесплатно. Багажымызды алайық. Багажымыз біз төменге түскенше келіп тұр ғой. Мынандай жолдың 4-5 бар. 1, 2, 3, 4, 5 бар. Аэропорттың көлемін көрсетіп тұр қандай екен. Ар жағында бар еще тағы да 5. Ар жақ басында. Аман есен. Барлық процедуралардың барлығын өттік. Несіне бар отыр. Аэропорттың өзіне шағын шолу жасап шығайық. Аэропорт өте үлкен. Біздің қазір шығатын қақпамыз E5. Ары қаратай Мединаға ашамыз. Ола жетсе. Бұл жақтар бос екен. Қақпа өте көп. ABCD. Біздер қазір бірінші этажға түстік. ABCD дейтін қақпалар уже екінші этажда. Негізі аэропорттың 3-ші этажында ұшатын ұшу залы, ұшып кету залы. Адамдар рейстерін күтіп ұйықтап жатыр. Біздің аэропорттардың қасында времянка сияқты. Біздің аэропорттар времянка сияқты. Бауырым, қалайсың? Алейкум ассалам. Қалайсың? Астанадан кездесек баяғыда. Рахмет. Қайда, Медина ма? Бұйырса келесеміз. Так, кеттік екінші этажға. То есть үшінші этаж мынау. Аэропорт енді өте үлкен. Біздің аэропорттармен салыстыруға келмейді. Бізде Қазақстан бойынша қателеспесем ең үлкені Алматының аэропорты сияқты. Алматының аэропорты мына бұл аэропорттың бір 3-тен 1 болатын бар. E5 па? E5 бірінші этажда айтып отыр. Медина ма? Мединаға E5 деп тұр ғой. Енің бәрі осы жақта айтыр. Төменге. Жоғарыда тағы бір этаж бар екен, 4-ші этаж. Біздер қазір 3-ші этажға көтерілдік, 3-ші этажда жүрік. Зал прилета, зал отлета болып бөлінеді ғой. Адамдар спокойно келесі рейстерін күтіп, ұйқын тегіп жатыр. Şimdi енді брендтердің түр-түрі бар екен. Біздің так рейсіміз посадка басталғанша 2 сағаттай уақыт бар. Ала кетсе. Бұл енді duty free-лері. Менің жақсы көретін очкилерім. Так, выбор шамалы екен. Шамамен бағасын қарап кетейік.
882 дирхам. Дирхамның курсы қазір 1 дирхам 130 теңге болып тұр. Чемодандардың бағасын көрейік. Мен осы американ туристердің чемодан алған болатын, бірақ Таиландтан мен 72 литрлігін 61 мыңға алдым осы. Мұнда бағаларын көріп жүрейік. Мына бренд жоғарыда. Осы бренд. Мынау 32 литрліктер кішкентайлар. Прайс 485 дирхам. Артынан есептеп бағасын салатын болам. Жалпы өте сапалы бренд. Әркімнің өзінің таңдауы болады. Так, аэропорттың үлкендігін көрсететін мына жағы. Адидастың магазині де тұр ғой бұл жерде. Біздер қазір мына жақтан келдік. Әлі бұла қартай толып тұр. Енді әсіресе duty free'ді халықтың қарайтыны сол не ғой. Очки, духи. Қазір духилардың бағасын бір қарап шығайық. Мына жер кілем. Жерге жатып, спокойно ұйықтап отыр адамдар. Жаңа енді ненің тексеріп өткізу жерлерін камераға түсірткізбейді ғой. Кедендік бекет болып саналып, камераға түсіртпейді, бірақ байқағаным Шри-Ланкадан, Индиядан келіп жатқан халық көп екен. Қолдарында A4 қағаздар бар, соған қарағанда жұмыс жасауға жатқандар сияқты Дубайға. Бір-екеуінен сұрадым. Жоқ, турист ретінде келе жатыр дейді, бірақ туристер қолына ондай документ алып жүрмейді. Негізі. Местный арабтар, осындай киіммен жүрген жігіттер, семьясымен келеді де, бөлек шерет бар оларға. Ешқандай шеретке тұрмайды. Келеді тек. То ли отпечатка, то ли несін камераға қарайды, өте береді. Біздер зигзагпен бірталай тұрдық. Төртінші этаж. Естеріңізге сала кетейін, біздер қазір тек 3-ші этажда жүрдік. Так, мына жерде иіссулар. Көп адамның қарайтындар, duty free'ге келгенде қарайтындар осы. Енді өзім көп разбираться етпейді. Шашатын бір-екеуінен бар, оны да ето. Арманинің Аквадиджо дейтін қоңыр болды, ол да қазір шықпай қалды. Алла жетсе, ертең Мединадан бір жақсы иіссу аламын ба деп ойлап келе жатырмын. Бағаларын қарайық. Иіссулардың $150. $128. Қатты разбираться етпеймін, шыны керек. Қайсысы жақсы, қайсысы жаман екенін, бірақ анның бағаларын көрсетіп тұрайын сонда да. Мүлде мен көрмеген брендтер, шыны керек. $172, 628 дирхам. Мал ойнадым, атадар. Бізде вообще жоқ оның. Көрген жоқпын. $287. $1044 дирхам. Бізге таныс Армани. Мен мына осы Аквадиджоның крышкасы қоңырын жасап едім.
Ondan sonra bitti, endi qaytadan alayın deb izlesem жоқ қой. Бағалары мына $110 дейді. 100 миллиграмм плюс тестовый 50 миллиграмм келеді екен. Так, мына брендтерді білмеймін. Bulgari дейді. Жалпы бағаларын біліп жүрген жақсы ғой. Аэропорттан алуға стоит, не стоит. Мен сол үшін түсіріп жатырмын, сіздерге ақпарат болсын деп. Бағаларын қарап аласыздар. Астында доллармен тұр, үстінде дирхаммен тұр. Bulgari'дің де түр-түрі бар екен. Versace $228. Ну, да, вроде бізде бар сияқты олар. $89. 50 миллиграмм. Миллион дейді. $145. 90 миллиграмм. Қандайлар да бар екен. Көрмеген нәрселер. Бір-бірге қызық болып қалады, бағаларын қарап кетіп. $109. $98. 100 миллиграмм. Бұдағы косметика екен. Бұны енді мүлдем түсінбейміз. Hello. Ассалаумағалейкум. Prada дейді. Көп екен басқа жерлерге қарағанда. Мысалға мынаған келіп қалатын мыналар болу керек. Шамамен $272 екен. Райдындарды қарай, райдын бар ма екен? Gucci. Gucci'лар мысалға $523 екен. Әркімнің өзінің үстіне қарай. Givenchy, Boss, Armani. Шамамен бағалар уже кетті ғой. Where's the Ray-Ban? Ray-Ban'дар мына жағында екен. Bestseller. Новый екен. Қанша дейді? $261 дейді. Бірақ выбор ондай көп емес екен таңдау. Енді женский бар ғой. Мысалға 643 арабский. Так, доллармен $175 екен. Осы очкидің бағасы $175. Мынау женский рет. Таңдау онша көп емес екен. Енді әуежайдың үлкендігін шамамен түсініп алмастыр. Қандай екен? Адамдар алаңсыз жерде жатып ұйықтап. Мына жерден ыңғайлы екен. Студенттерге жатсын алуға. Так,
табако дейді. Айкыстардың бағасы қандай екен? Мен өзім темекі тартамын. Мынау ана тілдің астына салатын темекілер ғой. 25 доллар. Осы тұрғаны бар 25 доллар. Бір упаковкасы. Люмия дейді. 90 доллар. Мынандай бар, мысалға 109 доллар. Где-то 50 мың шамасы ғой. Мынау Москвин дейді, тоға келді. Мынау 46 доллар екен. Бізде соны мен қанша ұмытып қалдым. Бізде алғанда мынаның ішінде 3 блок 97 доллар. Бар. Парламенттерің 2 блок 73 доллар. Кэмелдің ондай түрлері бар екен. Көрмеген. Темекінің. Біз көрмеген түрлері жетер екен. Темекіні реклама жасап жатыр деп ойламаңыздар, бірақ енді өзің темекі тартатын болғасын, темекі шегетін адамдарға қызық болар деп түсіріп отырғаным. Мына темекілер вообще көрген нәрсе емес. Блогы 26 доллар екен. Мынау бар екен. Электроника бізде бұларға запрет қой. Өзі отмет саттық. 10 доллар. Мына ішінде әйел адамдар бір сегіз бассейн бар. Шанель. Шанель 296 доллар екен. 15 миллиграммы. Бағам.
33 миллиграммы 369 доллар. Демал деп тұр. Күн шашпай ақ қойшы, анау деп тұр. Так, біздің рейсімізді қарап кетейік. Күштік. Қайда Медина 6-дан 20 кеткенде, мына астынан санағанда 3-ші болып тұр. Төменге қарата, Е5 керек болса. Мединаға басыздар? 6-дан 20 кеткенде рейс па? Төменде, Е5. Біз де сояқтамыз. Қазақтар, Өзбекстан азаматтары, Умраға кетіп жатқан көп өте. Ана жерден түсеміз. Бір сәлем айтып қойыңыздар, ертең ютубтан көресіздер бұйыртса. Қай қаласыздар? Шымкент? Мына сувенир кілем. Сувенирлеріне жақындағым тұрған жоқ. Досқа бағасын естіп, настроением түсіргім кетіп тұрған жоқ. Бұл жерде алжу және оның түрлері болып отыр. Ютуб түсіп отыр. Төмен. Ана. Міне. Ал. Атырау тревелер. Неге Wi-Fi қосылдыңдар ма аэропорттан? Ютубты ашсаң, тауып берейін. Тихий час. Өте ыңғайлы да адамдарға жатуға. Ешкімде қақшиып отырмайсың. Мама қатты шаршап кетті, маманың мына жаққа алып келіп. Мына екі мына жақта екен. Жерден кондер өте қатты өтіп тұр. Жаңа сыртқа шығып бара бердім. Сырттан бір видео түсіріп алайыншы деп. Дала дейтін өртеніп тұр екен, өртеніп. Таңға 4-тің шамасы ғой енді. Аэропорттың ішіне кірсең жақсы да, кондиционер қосылып тұр. Сыртқа шығатын болсаң, кәдімгі күн болса да өте қатты ыссы болып тұр. Абу-Дабида Бургер Кинг. Мынадан келіп, өзің таңдап аласың, не керек екенін. Так, бір бургер алып жатырмын қазір. 40 долларға шығып тұр үшін. Бір бургер, 1,05 кола разливной. Бағалар үшін өте қымбат. Burada dirham ne жазылған? 41 dirham, 46 dirham, елу осы бағаны 130-ға көбейтесің. Вот ты ж не вот. Такое у меня первый раз, да? Жан жақтан пар кетіп отыр. Салқын мен ыссы ауа соғысып отыр.